балаларынан жатар алдында кешірім сұрап жататын жұлдыздың арнасына қош келдіңіздер. Мені қолдап, каналыма лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін жігітке жертва болып қалмаудың 7 жолын айтамыз. Мен бастаймын. Бірінші, жігіттің өткеніне үңіл, зер сал. Өмірдегі болатын кей ситуацияларға оның реакциясын байқа. Бұрынғы өмір жолы, сынақтары, оның әрекеттерін зерделе. Айналасындағылардың ол туралы пікіріне құлақ ас. Екінші, өзіне тым қатты сенімді болса да сақ бол. Харизмасы мықты адамдар сенім туғызады. Қайта-қайта күліп, бірден іш бауырыңа кіріп, әзілдеп, өз сөзі дұрыс екеніне сені сендіріп бақса, абайла, манипулятор болуы мүмкін. Сенімге тез кіретіндер тез сазға отырғызып кетуі мүмкін. Үшінші, екіжүзділерден алыс жүр. Шектен тыс сыпайылық, мейірімділіктің астарында агрессия. Сені ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда ұстаймын. Билікті қолыма алсам деген пиғыл жатуы мүмкін. Төртінші, жеңіл ақша шашатын жігіттен сақ бол. Бесінші, көргеніңнің бәріне сене берме. Өтірік аяушылық тудыру, кешірші деп сұрау, қайта қолға түсірудің амалы. Алтыншы, жасанды аңғалдыққа алданып қалма. Агрессор кейде өтірік бейкүнә періште кейіпке енеді. Ақ адал жігіт жомарт боп көріну, супермен рөлінде ұнау, сондай амалдардың бірі болуы ықтимал. Жетінші, иә қыздар, любовь морковь деп бетіне күлгеннің, сыйлыққа көмгеннің, суперменнің кейпіне енгеннің, етегінен ұстап кете бермей, жігіт танып үйреніңіз. Өйткені ол бір киер көйлек емес, өмірлік серігің болғандықтан, күні ертең жертва болып жылап отырмас үшін жігіт таңдарда 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпа.